Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жұмыртқа бөректің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен қамырымызды илеп алатын боламыз. Бір жұмыртқаға 2 пиала суды құйып, кішкене тұзымызды қосып, қолға жабыспайтындай етіп, қамыр илеп аламыз. Қамырымыз қатты болып қалмау үшін аз-аздан сала отырып, қамырымызды илеп алатын боламыз. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетулеріңізге болады. Алдағы уақытта өте пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісулеріңізге де болады. Достарыңызға жіберсеңіздер, өте дәмді, күшті тамақ болып шықты. Қамырымызды осылай илеп алдық. Июін қандырып, 10-15 минуттан кейін қамырымызды жаятын боламыз. Он 15 минуттан кейін қамырымызды 2 бөлікке бөліп, біреуін жайып алатын боламыз. Бешбармақтың қамыры сияқты жұқалау етіп, әдемі қылып жайып алатын боламыз. Оқтауымыздың екі шетінен баса отырып, дөп дөңгелек етіп жайып алатын боламыз. Қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерде сілтемелер қалдырамын. Егер қажетті рецепттер болса, өтіп көрсеңіздер болады. Менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Қамырымызды осылай жайып алдық. Енді домалақ етіп кесіп алатын боламыз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша үлкен, кіші қалай жасасаңыздар да өз еркілеріңіз. Мен осылай чайниктің қақпағымен дөңгелек етіп кесіп алатын боламын. Бір келкі етіп кесіп шығамыз. Қамырымызды кесіп болғаннан кейін қамырларын бір шетке алып қойып, қалған қамырды да кесіп алатын боламын. Сіздерге түйілу жолмен бөлісіп кетейін. Қамырларымыздың барлығын кесіп алдық. Енді жайып аламыз. Ортасы жабысып қалмау үшін мен ортасына кішкене ұн шашып алатын боламын. Енді екі шетіне су жағып, қамырымызды жапсырып аламыз. Ортасынан кішкентай жерін ашық қалдыратын боламыз. Екі шетін жақсылап жауып аламыз. Салмамыз ағып кетпеу үшін ешқандай жері қалып кетпеу керек. Осылай қамырымыздың барлығын түйіп алатын боламыз. Ортасын ашық қалдырдым кішкене. Ол жеріне қазір салмасын құятын боламыз. Достар, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Мен салмасына 10 жұмыртқа,
10 қасық ақ май, 10 қасық сүт құйып, кішкене шым тұзды қосып араластырып жатырмын. Бір келкі масса шыққанға дейін араластырып аламыз. Газге қазанымызды су құйып қойып қоюды ұмытпаңыздар. Салмасы дайын болғанға дейін суымыз қайнап, тамағымызды қазір салып алатын боламыз. Бір келкі болып араластырып алдық. Енді қайнап тұрған қазанымызға қамырымыздың ішіне салмасын құйып пісіріп алатын боламыз. Тағы да бір-екеуін салып көрсетемін. Ортасын жабуды ұмытып кетпеңіздер. Салмамыз ағып кетсе болмай қалады. Осылай барлығын салып алдым. 10 минутта дайын болады. 10 минут қайнап, қамыры піскенге дейін ішінде салмасы да пісіп қалатын болады. Достар, менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді, керемет тамақтардың бірі болып шықты. Сіздермен бірге болған Сандуғаш.